Рухани жаңғыру бағдарламасы дегеніміз сананың өзгеруі, ұлттың дамуы. Яғни рухани жаңғыру дегеніміз ұлттық кодты сақтай отырып, ұлттық құндылықты насихаттай отырып, әлемдік мәдениетті бойыңа сіңіре отырып, Қазақстанның дамуы үшін жарқын нақты қадамдар бағдарламасы болып келеді. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты ұлттық кодты сақтай білу. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Рухани жаңғыру бағдарламасының арнайы 6 бағыты бар. Олар: ұлттық бірегейлікті сақтау, бәсекеге қабілеттілік және прагматизм. Білімнің салтанат құруы, Қазақстанның революциялық емес эволюциялық дамуы және сананың ашықтығы. Архив 2025 арнайы жобасының басты міндеттерінің бірі елдегі архивтер мен шетелден алып келінген құжаттарды инвентаризациялау және сол архив құжаттарының бірыңғай базасын құру болып келеді. Ақмола облысының мемлекеттік мұрағатынан дәйек пен дерек үндескен, туған елімнің тарихы, көкшенің біртуар тұлғалары, ағалардың асу жолдары. Ақмола облысының тарихы архив құжаттарында атты жеке қорлар бойынша өмірбаяндар мен хронографтар шығарылды. Көкшетау қаласының мемлекеттік мұрағаты Екінші дүниежүзілік соғыстың 75 жылдығына орайластырылған Көкшетау қаласы құжаттардағы тарих 1941-1998 жылдары атты құжаттардың жиынтығын дайындаған еді. Ауыл ел бесігі арнайы жобасы бойынша мәдениет, архивтер мен құжаттамалар басқармасының ұйымдастыруымен үздік ауылдық клуб 2020 атты облыстық байқау өткізілген болатын. Бұл облыстық байқауға 14 аудан мен Степногорск қаласының үздік ауылдық клубтары қатысты. Сонымен қатар, Ақмола облысының 17 ауданы мен Көкшетау, Степногорск қалаларында әлеуметтік нысандар, мектептер, балабақшалардан бастап ауылдық клубтарға дейін салынып, күрделі құрылыс жөндеулері өткізілді. Дала фольклоры мен музыкасының 1000 жылы атты арнайы жобасы аясында ұлттық домбыра күніне орай күй өнер, өнер өнеге атты облыстық байқау өткізілген еді. Бұл шараға 40-тан астам жеткіншек бозбалалар қатысып, күй өнерінің мәртебесін көтерген болатын. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ақмола облысы рухани жаңғыру өңірлік жобалық кеңсесінің ұйымдастыруымен ақын, ұлы философ Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп атты облыстық онлайн айтыс ұйымдастырылды. Сөйлесем нұр туған тоқтасында, қасымда қадірімді тек қашырма. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп жырлаған Абай дел жоқтасын ба. Абай даналыққа түскен еді, Зере мен Құнанбайдың боп қасында. Құнанбай: Ей жырыңда Көкшетаудай көрік бар ма? Айтыста сенен асқан серік бар ма? Бағытты оңайыншы өлеңдегі чабытты өн бойыма беріп қалла. Жеңімпаздар қаржылай сыйлықтармен марапатталды. Үкілі Ыбырай атындағы Ақмола облыстық филармониясының камералық қоры, шығармашылық ұжымдар мен дәстүрлі әншілер ағымдағы жылы онлайн концерттер беріп өтті. Жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы аясында 100 оқулықтың 70-і қазақшаға аударылған болатын. Оларды облыстың кітапханалары мен жоғары оқу орындарының кітапханаларынан табуға болады. Жаһандық әлемдегі заманауи қазақстандық мәдениет атты арнайы жобасының аясында ақын Серік Жетпісқалиевтің Тасқайрақ атты кітабының тұсаукесері өтті. Сонымен қатар, Көкшетау қаламгерлері атты жобасы аясында Ақмола облысының әкімі Ермек Боранбайұлы Маржықпаевтың қолдауымен жарық көрген Қайырбай Төреғожаның көкжиек, Ерболат Баятұлының уақыт шеңбері
Алмас Темірбайдың Жеке батыр, Ұлмекен Тыныштық қызының Мен күткен көктем, Табысбек Үсеннің Боз жусан, Абылай Мәуленнің Лабиринт атты кітаптары жыр сүйер оқырманның назарына ұсынылды. Рухани жаңғыру бағдарламасының жүзеге асырудағы тиімді тәсілдері атты вебинар өтті. Бұл вебинарға Қазақстандық қоғамдық даму институтының пиар менеджері спикер ретінде шақырылды. Бұл іс-шара онлайн вебинар түрінде Zoom платформасында өткен болатын. Халықаралық Астана Global Fest хореография және вокалды байқауы өтті. Оған шалқыма халықтық би ансамблі қатысып, бірінші орынға ие болды. Полянка үлгілі балалар хореографиялық ұжымы Ресей Федерациясында Твой шанс балалар шығармашылығының сырттай байқауына қатысып, бірінші дәрежелі лауреат дипломмен марапатталды. Арт Карнивал халықаралық онлайн байқауында 16 қыз халықтық би ансамблі бірінші дәрежелі лауреат дипломы мен YouTube жұлдызы дипломын алды. Орыс драма театры 5 вечеров на Кипре 5-ші халықаралық театр фестиваліне Панночка спектаклімен қатысты. Ұйымдастырушылардың өтініші бойынша спектакль Лимассол фестивалінде және орыс тілді оқушылар мен Ларнака қаласының тұрғындары үшін 2 рет көрсетілді. Шығармашылығын дамыту және бейімдеу үшін мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған жүрекпен есту қасиеті жобасы жүзеге асып, театр ұжымы Тургеневтің әңгімесі бойынша Муму спектаклін қойған. Ақмола облысының таланттары жобасы бойынша Азамат Мадғұл, Дина Жоламан, Саян Есжан және тағы басқа жас дарындар жайлы 26 пост жарияланды. Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру жобасы аясында ұлттық комиссияның отырысына сәйкес қазақ әліпбиіндегі таңбалардың тиімді тиімсіздігін анықтау үшін арнайы сынама сабақтар енгізілген. Ол сабақтарға Ақмола облысының оқу әдістемелік орталығының оқытушылары және мектеп мұғалімдері қатысты. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына қатысып, жеңімпаз атанған Назгүл Жакенова жайлы онлайн сұхбаттар және бейнебаяндар түсірілді. Ол бейнебаянды Көкше ТВ телеарнасында және әлеуметтік желілерде көруге болады. Қазақстанның сакралды географиясы жобасы аясында саяхаттаймын мен аңызға толы Ақмола жобалары жүзеге асты. Уәлихан кесенесі, Науан Хазірет мешіті туралы бейнероликтер, сонымен қатар Ақылбай асуы, Абылайхан алаңы сияқты тревел-блог форматында бейнебаяндар дайындалды. Туған жер алтын тұғырым жобасы жүзеге асырылды. Жоба аясында Көкшетау өңірінің киелі нысандарына Уәлихан мазары, Айғаным ханым қонысы, Ағынтай мен Қарасай батырлардың мемориалдық кешендеріне еңбек ұжымдары үшін экскурсиялар ұйымдастырылды. Ақмола облысы бойынша қазір киелі жерлер картасына 36 тарихи нысан енсе, республикалық картаға 11 жер енгізілген. Бұл тізім әлі де толықтырылуы мүмкін. Ақкөл ауданының тарихшылары мен жергілікті тұрғындар 18 ғасырда елді жоңғарлардан қорғаған Қазы Батыр қорғанын зерттеуді ұсынып отыр. Бейіт Урюпинка ауылының маңындағы Дөңгелектау деп аталатын аумақта орналасқан. Қазір Ақмола облысының Жақсы ауданынан бір би мен бір батырдың қорғандары ұсынылып жатыр. Сакралды орындарды насихаттау мақсатында көптеген бейнебаяндар, сюжеттер түсіріліп, жергілікті және республикалық басылымдарда мақалалар, тарихи зерттеулер, монографиялық талдаулар жарық көрген. Абылайханның қара жолы экспедициясы жүзеге асырылды. Абылайханның қара жолы кітабының таныстырылымы Қорғалжын, Баршын, Шұбаркөл, Ұлытау, Созақ, Шолаққорған, Жуантөбе, Шәуілдір ауылдарында және Сәтбаев, Кентау, Түркістан қалаларында өткізілді. Жер шоқтығы Көкшетау, Бурабай баурайы тұнып тұрған сыр, сөйлеп тұрған сурет. Өздеріңіз қараңыз. Құқықтық мәдениет арнайы жобасы аясында рухани жаңғыру бағдарламасының іске асыру барысы атты Ақмола облысының әділет департаментінде семинар өткізілді. Адалдықты бойға дарыту мақсатында 556 ерікті адал ұрпақ мектеп клубтары және 19 қалалық аудандық бірлестіктер жұмыс атқарады. Тарихтың кино өнері мен телевизиядағы көрінісі жобасы аясында облыстық Көкше телеарнасында рухани жаңғыру ұлт болашағы бағдарламасы жүзеге асып келеді.
Қазіргі таңда бағдарламаның 4 шығарылымы жарыққа шықты. Қазақ әліпбиінің латын графикасына ауысуы, жастар жылы, Абылайханның қара жолы. Туған жер арнайы жобасы аясында рухани қазына республикалық байқауы өтті. Онлайн форматта өткен республикалық байқауда бір отбасы, бір кәсіп номинациясында Қорғалжын ауданының Құсайыновтар отбасылық ансамблі үздік атанды. Ақмола облысының білім басқармасының өнерпаз дарынды балалармен жұмыс жүргізу жөніндегі оқу-әдістемелік орталығы Бурабай ауданының білім бөлімімен бірлесіп Алтын қазына атты облыстық көркем және сәндік қолданбалы шығармашылық байқауын өткізді. Жетістікке жеткен Ақмола облысының жастары жайында замандас жобасы жүзеге асты. Жоба аясында ақпараттық бейнероликтер әлеуметтік желі арқылы көпшіліктің назарына ұсынылды. Түркі әлемінің генезисі арнайы жобасы аясында Мағжан Жұмабаев атындағы Ақмола облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында Қазақстан және алыс шетел ғалымдары мен зерттеушілердің қатысуымен философ Абу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған Әл-Фараби және оның рухани мұрасы атты ғылыми практикалық конференциясы өтті. Бұл конференция республикадағы алғашқы ірі конференциялардың бірі. Аталмыш конференция Ақмола облысының әкімі Ермек Боранбайұлы Маржықпаевтың қатысуымен және қолдауымен өткізілді. Үнем қоғам қуаты жоба аясында рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру үшін жаңа көзқарас, жаңа мүмкіндіктер атты брейн-ринг форматындағы студенттер арасындағы зияткерлік сайыстар ұйымдастырылды. Ұлы даланың ежелгі өнері мен технологиялар музейі арнайы жобасы аясында Ақмола облысында 100-ге тарта іс-шара ұйымдастырылған. Қазіргі заманның қолөнер шеберлерін насихаттау мақсатында көптеген жобалар, конкурстар, мастер-класстар жүзеге асты. Наурыз шапағаты тұжырымдамасы аясында ұлттық қолөнер шеберлері туралы зергер Рүстем Шәріпов, ұлттық тағамдар даярлаудың шебері Үкіжан Қалиақбарқызы, қазыналы қария Шабдан Тоқмурзин, ұлттық киімдер тігетін Ақай сән салоны туралы және Жеті ата, Қара шаңырақ, Ырыздық атты видео түсірілімдер жасалды. Ұлы даланың ұлы есімдері мен Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған арнайы жобаларды бірге тамашалайық. Ақмола облысының ақындары мен жазушыларының шығармалары аудиокітап форматында шығарылды. Олар Сәкен Жүнісов Ақан сері, Төлеген Қажыбай, Айбозым, Сәбит Мұқанов Балуан Шолақ, Естай Мырзахметов Медет, Ильяс Есенберлин Қахар, Кәкімбек Салықов Үкілі Ыбырай, Мәлік Абдуллиннің эпистолярлық әлемі, Ерік Асқаров Атақас, Жабал Ерғалиев Ескі арба. Ақмола облысы және тұлғалары жайлы қазақ қаламгерлерінің екінші аудиокітаптар сериясы жарыққа шықты. Оның ішінде қазақтың белгілі қаламгерлерінің шығармалары негізінде аудиокітаптар әзірленді. Олар Ильяс Жансүгіровтің Құлагер поэмасы, Сәкен Сейфуллиннің Көкшетау моншақтары поэмасы, Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян поэмасы, Асқар Сүлейменовтің Адасқақ романынан үзінді, Кеңшілік Мырзабековтің Біржан Сал поэмасы, Зейтін Ақышевтің Иман Жүсіп романынан үзінді, Иранғайыптың Жәпек Шаған драмалық дастаны, Әбіш Кекілбаевтың Абылайхан халықтық қаһармандық драмалық дастаны, Мәшһүр Жүсіптің Кенесары Наурызбай дастаны. Сонымен қатар қазіргі танымал ақындардың Көкшетау жайлы өлеңдері жазылған. Ел жастар эксперименталды лабораториялық жастар театры перформанс форматында Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған Жастықтың оты қайдасын атты қойылымның премьерасын өткізді. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай Ақмола облысы рухани жаңғыру өңірлік жобалық кеңсесі Ақмола облысы оқу-әдістемелік орталығымен бірлесе отырып республикалық «Біз Абай жолындамыз» онлайн эссе байқауын өткізді. Байқауға қатысуға тілек білдірген 42 үміткер заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясын оқып шығып, ақтық кезеңге жолдама алды. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Қаламгер қазынасы жобасы бойынша көкше қаламгерлерінің 20 көркем шығармасының электронды нұсқасы жасалып, әдебиет порталына салынды. 10 дерек жобасы аясында Шоқан Уәлиханов, Смағұл Садуақасұлы, Біләл Малдыбайұлы,
Қошке Кемеңгерұлы, Барлыбек Сырттанұлы, Мұхамеджан Тынышбаев, Жұмабек Ташенов және тағы басқа қазақ халқының көрнекті тарихи тұлғалары туралы 30-дан астам бейнероликтер жасалып, әлеуметтік желілерге жарияланды. Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі Абай мұрасы және қазіргі білім беру тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізді. Мәлік Ғабдуллин музейінің бастамасымен Біржансал ауданы Степняк қаласындағы Абай Құнанбайұлы атындағы орта мектеп оқушылары мен музей қызметкерлерінің қатысуымен жүрегімнің түбіне терең бойла атты әдеби танымдық кеш өтті. Әдебиет және өнер музейінде ақын, философ, композитор, аудармашы, реформатор Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы аясында дүниені оймен шолған Хәкім Абай атты әдеби сазды кеш өтті. Ақмола облысының соттары арасында қазақ халқының ұлы ақыны, философ, гуманист Абай Құнанбайұлына арналған эстафетаны өткізді. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде Абай тұлғасы, ұлттық руханият және әлемдік өркениет атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Экологиялық ағарту арнайы жобасы аясында Ақмола облысы рухани жаңғыру өңірлік жобалық кеңсесі Көкшетау көк қарағай мекені атты экологиялық акциясын ұйымдастырды. Осы акцияның барысында кеңсе қызметкерлері 30 түп қарағай отырғызған. Осы іс-шараны Ақмола облысының тілдер орталығы, Көкше медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Көкшетау және Степной маяк газеттері, сонымен қатар Есіл әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы жалғастырды. Дәстүр мен ғұрып арнайы жобасы аясында отаным менің отбасым тақырыбында халықты қауіпсіздік шарасын сақтауға шақырып, уақытты тиімді өткізуді насихаттау мақсатында бейнероликтер түсірілді. Ұлы жеңіс батырлары тақырыбында 2-ші дүниежүзілік соғыстың 75 жылдығына орай Рахымжан Қошқарбаев, Талғат Бегелдинов, Әлия Молдағұлова, Мәлік Ғабдуллин, Рамазан Елебаев, Сағдат Нұрмағамбетов және ардагерлер туралы бейнероликтер жасалды. Мен елімді сүйемін жобасы аясында отан қорғаушылар күні мен ұлы жеңістің күніне арналған 1-11 сынып оқушылары арасында облыстық онлайн байқау ұйымдастырылып өткізілді. Байқаудың жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталды. Су күлкісі сылдырлаған отбасылық онлайн байқауы өткізілді. Байқауға 11 отбасы қатысты. Байқаудың қорытындысы бойынша жеңімпаздар анықталып, әлеуметтік желілерде жарияланды. Ізгілердің ізімен жобасы бойынша Абай Құнанбайұлы, Әлихан Бөкейхан, Зарап Темірбеков және тағы басқа ұлы тұлғалар жайлы 5 шығарылым жасалынды. Сіз білесіз бе жобасы аясында танымдық мақалалар мен медиа материалдар айдарын жүргізіп, әлеуметтік желілерге кросс-интервьюлер таратылды. Халық ауыз әдебиетінен нәр алып, оны ұрпағының санасына сіңірген аналар мен әжелерге арналған ерте-ерте онлайн байқау өтті. Оған Ақмола облысының аудандары мен Көкшетау және Степногорск қалаларынан 60-тан астам әжелер қатысты. Батыр бабаларымыздың даңқты тұлғаларына тағзым етіп, олардан мирас болып қалған ерлік пен өрліктің рухын жас жеткіншектердің бойына сіңіру мақсатында Бабалар рухы балаларға атты облыстық онлайн байқауы өтті. Байқауға Ақмола облысының аудандары мен Көкшетау, Степногорск қалаларынан 200-ге жуық үміткер қатысты. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Тарих пен мәдениетті, әдебиет пен салт дәстүрді насихаттайтын жақсылардың көңілі алтын сандық атты жоба сыр сұхбат форматында жүзеге асты. Армандайтынбыз. Шіркін-ай, бізде тәуелсіз мемлекет болар ма екенбіз? Бізге де мынадай күн туар ма екен деп. Елбасымыз айтып отыр, рухани жаңғыру деп. Сол енді рух дегеніміз ол мынау енді материалдық емес дүние ғой. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында ұлт сапасын көтеруге басты назар аударған болатын. Сондықтан еңбек елдің мұраты жобасы аясында мен таңдаған мамандық атты бейнебаяндар циклі жарияланды. Олар аспаз, тәрбиеші, өрт сөндіруші, шаштараз, дәрігер, теміржолшы, дәнекерлеуші, механик және тағы басқалар. Сонымен қатар кәсіп түбі нәсіп фоторепортаж циклі әзірленіп, әлеуметтік желілерде таратылды. Ұяда не көрсең атты жобасы аясында Өмірзақов, Қадыров, Жантасов, Пичкунов, Агиевтер отбасылары туралы бейнебаяндар жарық көрді. Алдағы уақытта рухани жаңғыру бағдарламасы аясында әлі талай жобаларды жүзеге асыратын боламыз.